Түшпәраңыз кейде ашылып кете ме? Қамыры қатты болып қала ма? Әлде фаршы құрғақ шыға ма? Бүгін мен сіздерге ешқашан ашылмайтын, қамыры жұмсақ, фаршы өте шырынды болатын түшпәраның барлық құпиясын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Соңында көпшілік білмейтін өте маңызды кеңеспен бөлісемін. Ассаляму алейкум, құрметті көрермен. Арнама қош келдіңіздер. Егер дәмді әрі оңай рецепттерді жақсы көрсеңіздер, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді бәріміз жақсы көретін үйдің түшпәрасын бірге дайындайық. Енді қамыр елейтін боламыз. Ең алдымен бір кесе су және де бір жұмыртқа суға саламыз. Сосын барып ыдысымызға құямыз. Сосын барып тұзымызды саламыз. Мен көз мөлшермен салдым өзім. Бір шай қасық тұз салсаңыздар жеткілікті. Енді оны қолмен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын барып ұн саламыз. Ұн қамыр қолға жабыспайтындай болғанша. Жақсы түшпәраның бірінші құпиясы қамырында. Қамыр тым жұмсақ та, тым қаты да болмауы керек. Енді қамырды кем дегенде 20-30 минут демалдырамыз. Осы кезде ол жақсы иленіп, жайғанда жыртылмайды. Енді бізге керек ингредиенттер фаршқа. Бір дана пияз. Пиязды ортасынан бөліп жартыға, сосын барып тураймыз. Мына жерінде тұрған өзегі бар, өзегін алып тастаймыз. Көп жас қыздар өзегін алмай ашиды. Бұрын бізге анамыз үйрететін, өзегін алып тастау керек деп. Пиязды жақсылап тұрып майдалап тураймыз. Турап болған соң ыдысымызға саламыз. Сосын барып қара бұрыш себеміз. Сосын тұз саламыз. Өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай тұз. Негізі түшпәраның фаршының тұзы татымды болғаны дұрыс. Және бірінші пиязды тұзбен, қара бұрышпен араластырып езіп аласыздар, жақсылап тұрып. Сосын барып фаршымызды саламыз. Осы екеуін жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Екінші үлкен құпия фаршқа салқын су қосу. Сонда піскен кезде өте шырынды болады. Мен салқын су қоспадым, өйткені фаршым майлы. Сондықтан қоспадым. Міне фаршымыз дайын болды. Қолыңызбен бүйтіп тық-тық жіберіп, тұздың дәмін көресіздер. Енді қамырымызды жаямыз. Мынау ию қанған қамыр. Қамырды тым жұқа да, қалың да жаймаймыз. Стаканмен немесе қалпен дөңгелек етіп кессеңіздер де болады. Мен пышақтың көмегімен кәдімгідей төртпішелеп кестім. Енді түшпәра түйуді бастаймыз. Міне ең қызықты бөлігі. Түшпәраны мықтап жабу керек. Сонда қайнағанда ашылып кетпейді. Егер көп жасап қойсаңыздар, мұздатқышқа салып қоюға да болады. Кейінде қайнатып жей бересіздер. Міне түйілген түшпәрамыз дайын болды. Түйудің өзі де өнер. Қараңыздар, қандай әдемі, керемет шықты. Енді сорпасын дайындаймыз. Бір дана жуа, бір дана сәбіз, бір дана болгар бұрышы. Осыларды турап дайындап қоямыз. Енді қазанымызға май құямыз. Майды көп құюдың қажеті жоқ. Өйткені фарштың ішінде өзінің майы бар. Сол сорпа бетіне шығады. Енді бағанағы тураған көкөністерімізді
салып қуырамыз. Барлығын бірден салып жіберіп қуырсаңыздар да болады. Енді қызыл томатымызды саламыз. Сосын барып кішкене ғана қызыл паприкамызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын барып суымызды құямыз үстіне. Дәмі жақсы шығу үшін бір лавр жапырағын салып жіберсеңіздер болады. Сорпасының дәмі бір керемет болады. Міне суымыз да қайнады. Енді түшпәрамызды саламыз. Түшпәраны жақсылап тұрып қайнатамыз. Бетін жауып қайтып ашып көресіздер. Сонда бұл түшпәраның піспегенін қалай көресіздер? Бетіндегі көбігі тарқайды. Және де қамыр жып-жылтыр болып, әдемі болып пісіп шығады. Сорпасының тұзын көріп, тұз салып жібересіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қараңыздаршы, қамыры қандай жұқа, ал іші өте шырынды. Дәл осындай түшпәраны үйде жасау өте оңай. Қамыры пісті. Енді оны табаққа сүзіп аламыз. Ал кейбіреулер табаққа сүзіп алмай, осы қазанда пельменді қалдырып қойып, кеселерге құйып жатады. Негізі ол нәрсені мен дұрыс көрмеймін. Өйткені пельмендер дәу болып бүйтіп жан-жаққа несіп кетеді, жайылып кетеді. Табаққа сүзіп алып, шетінен салып, үстіне сорпасын құйып берсеңіздер, пельмендерің сол күйі болып тұрады. Егер бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі видеода тағы бір ерекше әрі дәмді рецептпен кездескенше сау болыңыздар.